Сәлем қыздар, бүгін біздер баклажан қосылған өте дәмді кешкі ас әзірлейміз. Менде гарнирге күріш, ал сіздерде қалауыңыз бойынша жасасаңыздар болады гарнирді. Осылай ең бірінші баклажандарымызды турап алып, тұзды суға бір 10-15 минут көлемінде салып аласыздар. Кейін осылай етімізді ұсақтап турап аламыз. Тартылған ет немесе тауық етін қоссаңыздар да болады, ол қалауларыңыз бойынша. Кейін баклажандарымызды алып, осылай майға қызартып қуырып алатын боламыз. Баклажандарымызды қуырып болғаннан кейін майымызды азайтып, осылай етімізді салатын боламыз. Етіміздің суы шығып, тартылғаннан кейін осылай пиязымызды және помидор, болгар бұрышын салатын боламыз. Менде қатырылған пияз бен болгар бұрышы, кейін үстіне үккіштен өткізілген осындай сәбізімді салдым. Картоп қоспай қойыңыздар. Кейін осылай араластырғаннан кейін жаңа майға қуырған баклажанымызды және дәмдеуіштерімізді, шым-шым тұзымызды салып, үстіне 2 қасық соя соусын қосып, 2 стакан су құйып, бетін жауып бұқтырып қоямыз. Солай 20 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Гарнирге күріш немесе жаңағы айтқанымдай пюремен берсеңіздер, отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Каналға жазылуды ұмытпаңыз.